Баршаларыңызға сәлем, сіздермен бірге Ақ Дастархан YouTube арнасы. Бүгін біз сіздермен бір отырғанда үлкендер де, кішкентайлар да жеп қоятын әдемі салаттың рецептімен бөлісетін боламын. Видеоны міндетті түрде соңына дейін көріңіздер және біздің каналға тіркеліп алыңыздар. Ал кеттік. Ең алдымен бізге қызыл болгарский қажет болады. Оны дәл осылай видеодағыдай етіп ұзынша бөліктерге бөліп аламыз. Міне болгарскийіміз дайын болды. Сәбізді дәл палауға тураған секілді осылай бөліктерге бөліп аламыз. Одан соң сарымсақты да үлкен етіп турап аламыз. Және капуста. Бұл салаттың ерекшелігі, біз оған капуста қосатын боламыз, яғни бір капуста қосып жібереміз. Дәмі өте ерекше, сіздерге ұнайтынына сенімдімін. Міне капустамыз туралды, дайын болды. Пиязды да дәл осылай үлкен етіп турасаңыздар жақсы. Керек заттың барлығы дайын, ал енді іске кірісе берсек болады. Ыдысымызға сұйық май құямыз. Майды шамал көп құйсаңыздар, дәмі әдемі болады. Қызып тұрған майға туралған пиязымызды салып, жақсылап қызарғанша қуырып аламыз. Міне пиязды осылай үлкен етіп турасаңыздар, бола береді. Енді пияздың үстіне туралған сәбізімізді қосып, оны да жақсылап қуырып аламыз. Сәбізіміз қуырылғанша сол аралықта помидорымызды ет тартқыштан өткізіп дайындап аламыз. Негізі помидорды турап қосқаннан гөрі осылай ет тартқыштан өткізсеңіздер қабығы болмайды. Міне сәбіз бен пияз жақсылап қуырылды. Енді оның үстіне қызыл болгарскийімізді қосып, оны да жақсылап қуырып алатын боламыз. Қызыл болгарскийді негіз пайдалансаңыздар, өте тәтті, дәмді болады. Міне помидорларымыз да дайын болды. Болгарскийді жақсылап қуырылды. Енді оның үстіне осылай капустамызды қосып, оны да жақсылап қуыратын боламыз. Міне барлығы қуырылып болды. Енді үстіне помидорымызды қосып, бір қайнатып дайындаймыз. Қараңыздар, өте ерекше, дәмі де ерекше болады. Енді қалған керек заттарымызды қосамыз. Ол әрине аскөктеріңіз барынша көп болғаны дұрыс. Онда укроп және петрушка қосылды. Және сарымсақты да осылай майда емес, үлкен-үлкен бөліктерге бөліп жіберсеңіздер болады. Татымына қарап әрине тұз қосамыз. Тұзды қалауларыңызша қоса берсеңіздер болады. Және аздап қара бұрыш сепкендеріңіз дұрыс. Және лавр жапырақтары да бұл салатқа ерекше дәм береді. Әрине әші бұрыштар, олсыз салат болады ма, иә? Оны да турап қосып жібереміз. Міне керек заттың барлығын қосып қойдық. Енді жақсылап асты үстін араластырып, қайнағанын күтеміз. Негізі өте тез дайын болатын салат бұл. Міне сақырлап қайнап бастады. Ішіндегі сәбізі, болгарский капустасының барлығы піссе, банкаға құйып жауа берсеңіздер болады. Негізі барлығын салып біткеннен кейін 20-30 минут қайнаған кезде жауап бастасаңыздар болады. Міне салатымыз дайын болды. Дәл осылай банкаға жауа береміз. Негізі бұл салаттың бір жақсы жері, кез келген уақытта гарнирге гречка, қайнатылған гречка немесе күріштің үстіне гарнирдің соус ретінде құйып, балаларға, отбасыларыңызға бере берсеңіздер болады.
Енді банкамыздың аузын жақсылап жауып қысқа дайындап қоямыз. Міне қараңыздар, дайын болды. Сіздер де міндетті түрде жасап көріңіздер. Жасалу жолы өте оңай, әрі дәмі де ерекше. Біздің арнамызға тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Біз сіздерді түрлі рецепттермен қуантатын боламыз. Ал ас болсын сіздерге.